Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге бауырдан подливы жасаймыз. Бауырды жуып тазалап, кубиктап турап аламыз. Қызып тұрған майға туралған бауырымызды саламыз. Бауырымызды салып, араластырып, бетін жауып баяу отқа қоямыз. Бір пиязымызды алып, ұзыншалап тураймыз. Суы тартылған бауырымызға пиязды салып араластырамыз, бетін жауып бұқтырамыз. Тұзын, бұрышын салып араластырамыз. Пияз бен бауыр қуырылып болған соң үстіне жарты стакандай су құямыз. Суын құйып араластырып, баяу отқа бетін жауып 15 минутқа қоямыз. Міне бізде бауырымыз дайын болды. Өте жұмсақ. Ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.